Кеше жұмыста отырғанда маған бір подписчицам келді. Осы жерде мен фан-встреча ұйымдастырған болатынмын. 7 фан-встреча ұйымдастырдым. Звезда болып келемін. Мен фотоға, видеоға түседі. Өмірбаянымды айтамын, мотивация берем. Ол әйелдер мотивация алады. Көбінде әйелдер келетін. Февральдан бастап майға дейін жүргіздім. 7 поток, 70 шақты әйел келді. Біреусінде 10 адам, біреусінде екінші фан-встречада 9, үшіншісінде 11 деген сияқты. Сөйтіп 70 шақты әйелдің ішінен кеше бір кісі келді. Тоже фан-встречаға келген, астаналық. Қуанышымен бөлісіп, жақсы жаңалық деп. Бірақ бөлісетін адамым жоқ деді. Оказывается, сол фан-встречаға келген кезде ол кісі ракпен ауырыпты. 4-ші стадия рак, необычный рак екен андай. Тамақ, гортания ма, сондай бірдеңе рак әйтеуір. Или бір рактың бір жаман түрі, басқа түрі. Жақсы ракта болмайды ғой енді. Сол қуанышымды бөлісейін деп, ана врачтар айтқан екен, у вас какое-то изменение деп. Ол кісі фан-встреча менің бір әсерім болса, мен ешқандай бір көмектескен жоқпын, ақшалайды, басқалайды. Просто общались, телефон алмастық. Біз ол кісіні неге шақырдық андай? 15 май күні бізде не болды ғой? Гендер патиге шақырдық. Оған келді. Потом ол кісі июньде Сауд Аравиясына барып, бізді Ләззат екеумізге дұға тілеп, ана Мекке мен Мәдинада прямойда қосып, представляете, мен деген қуанып. Сол кісі кеше келіп айтады ғой. Докторларға кірдім. Удивительно, но у вас анау дәу ісіктер кетіп жатыр. 1-2 аптадан келіңіз, егер бәрі жақсы болса, сізді ремиссияға жібереміз деп. Көзінен жас ағып енді. Бірақ қуанышымен бөлісетін адам жоқ. Вот сені прямойда көріп, инстаграмда деп келе салдым дейді ғой. Мәшінемен еді ол кісі. Менің бір пайдам тисе, менің бір адамның өмірін құтқарып қалдым деген сөз ғой енді. Сол қуанып, представляете, қандай адамдар бар. Өлім мен өмірдің ортасында жүріп, сондай жақсы жаңалықты мен бөліскеніне мен қуанып отырмын да. Айтады, кезінде ол министерствода істеген, айтпай қойған қандай министерствода бастық болған, әйел адам. Бірақ қайда дейді солар, қайда сол подчиненныйлар қайда, коллегалар қайда, дос туысқан біреу жоқ. Мамасы бар, бауырлары бар, одан бөлек деймін да. Анаң айтпайтын әңгіме бар, бауырың айта алмайтын әңгіме бар, әйеліңе, күйеуің айтпайтын әңгімелер бар. Сен айдаладағы адамсың деп сол маған келіп, бір кофемді беріп, әңгіме айтып кеше солай отырдық. Мен қуанып отырмын ол кісіге. Мен дәрісіне көмектескен жоқпын. Кейбір ауырып қалған адамдар сбор жинап берші дейді ғой. Ешқандай мен ешкімге сбор жинаған емес. Просто фан-встречама келді, әңгімесін айтты. Білмедім мен ол кезде сол кісі өтті жағдайы нашар. Соңғы химиямды алып көтере алмай қалған кезде саған келген болатынмын. Көрейінші барып. 5000 теңге ғой фан-встреча. Ішіп жейтін тамағының ақшасы сол. 5000 теңге қайда жатыр деп келе саған ғой. Әйтеуір бір оранып келгені бар. Мен білмеппін ол кісін, сондай тяжелый состояниеда. Сол кезде тяжелый последний стадиясында жүргем дейді. И вдруг вот такое соңғы осы бір 2-3 күн бұрын жұма күні естіп, сіздің жараларыңыз каким-то образом кетіп жатыр дейді. Енді 2 аптадан кейін келіңіз, біз сізді бәрі жақсы болса, осылай, осы темпте болса, біз сізді ремиссияға жібереміз деп. Представляете? Ол кісі еще осы рактан бөлек басқа ракпен ауырған ба, или осының қайттан басталып кеткен бұрын ауырған әйтеуір. Тағдырлы әйел, сондай тағдыры қиын, 2 баласымен. Күйеу жоқ. Көпті көрген ғой, сатқындықты да көрген, изменаны да көрген, бәле жаланы да көрген, жоқшылық бәрін көрген. Солай достар. Менің қуанып отқаным, мені сол құтқарушылардың қатарына қосты ма, әйтеуір. Сен ештеңе істемесең де позитив сыйладың. Әңгіме айтып, сенің әңгімеңнен мен ем алдым, аяқтан тұрдым.
Ондайлар көп негізі. Мені бекерден бекер апалар жақсы көрмейді, бекерден бекер әйелдер жақсы көрмейді ғой. Вот, септігім тисе, біреудің өміріне бір жақсы, бір жақсы жағынан кіріп қалсам, онда, значит, я не зря живу, помогаю другим. Орысша айтқанда, и словами можно лечить дейді ғой. И словами можно лечить. Вот я лечу. Енді осыны ютубта лечить етсем деймін. Әңгіме айтсам ба деймісіздер ме? Тіркеліп кетіңіздер өтініш.